Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан зор. Тіпті оның кереметтілігін Гиппократтың өзі айтып кеткен. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес, бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де, бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Сіздермен бірге халық емі арнасы. Құрметті көрермен, қазақша контентті қолдап кетіңіз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ал енді қызылша шырынының пайдасына тоқталайық. Қызылша шырыны тамақ ауруының кез келген түріне ем, әсіресе ангинаға таптырмас ем. Қызылша шырынын ішсеңіз бүйрекке, бауырға, ішекке, несеп жолдарына таптырмас ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбастан қызылша шырынымен тамағыңызды шайыңыз. Ал мұрныңыз бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң керемет нәтиже береді. Ал ангинаны емдеу үшін бір дана қызылшаны қабығынан тазартып өкіштен өткізесіз. 1 стакан езілген қызылшаға 1 ас қасық алма сірке суын араластырып тұндырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан кейін тұнбаны қабат алған дәнекенің көмегімен сығып алып алыңыз. Дайын болған шырынның 1 ас қасығын ішіп қалғанымен тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны қанды көбейтеді. Қаназдық кезінде ең керемет таптырмайтын ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырынына 1 ас қасық табиғи балды араластырып күніне 3-4 рет қабылдаңыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді. Әрі қуатыңыз да артады. Қызылша шырыны бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Қызылша шырыны әсіресе сары ауруға керемет ем болады. Қызылша шырыны мидың жұмыс жасауын жақсартады. Жас ұлғайған сайын адам миы шаршап, ми жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық сияқты жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынын пайдаланыңыз. Ол үшін күнде 1 стакан қызылша шырынын бір мезгіл іше жүріңіз. Қызылша шырыны мидың жұмыс істеу процесін жақсартады, әрі миды жасартады. 1 стакан қызылша шырыны көңіл күйді көтеріп, қан қысымын реттейді. Біз ұсынған емді үзбей қабылдаңыз. Оң нәтижесін 6 ай ішінде анық байқайсыз. Ем болсын. Видео ұнаса достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге халық емі арнасы.